Австралия қаласы 1925 жыл, соғыс кезі. Керол есімді әйел күйеуі Эдонмен бірге тұрады. Ол жақсы өлең айтуына байланысты әйелді Соловей деп атады. Бір күні жоғарыдан әскерлер қалаға келгенде Керол ән айту үшін сахнаға шығады. Ол өзіне бостандық беретін құжаттарды алуға тырысып, үміттеніп жүреді. Әйел ән айтып болғаннан кейін лейтенант Хокинс әйелді өзіне шақырады. Қызды бар жасылығына рахмет деп, оған сыйлық беріп, қатынасқа шақырады. Бірақ Керол жоқ деп бас тартады. Оған көңілі толмаған Хокинс оны күшпен жығып, әбден зорлап тастайды. Кешкен келген Керол күйеуіне ештеңе айтпай, бәрін жасырады. Әйелдің бостандыққа арналған құжатына қол қоймағандықтан, Эдон Хокинске бармақшы болады. Таң атысымен отын бұтап жатып, Эдон лейтенантпен сөйлесіп тұрғанын байқайды. Қанша тырысқанмен оғанда лейтенант бас тартады. Эдон әйеліне келіп ештеңе шықпағанын айтады. Ашуға салынып, сыраға тойған Эдон Хокинске барып сөз таластырып алып, оны ұрады. Олардың төбелесін сырттан Гудвин есімді қолбасшы бақылап тұрады. Осы төбелес үшін лейтенантты өзіне шақырып, оған сөгіс айтып, келесіде дәрежесін жоғарылатып капитан алуға ұсыныс бермейтінін айтады. Бастығынан шыққан Хокинс ашуға салынып Эдонның үйіне бармақшы, яғни осы заттарға бәріне солар кінәлі деп айтады. Өзімен бірге 2 сарбазды алып Эдонның үйіне басып кіреді. Жігітті барлық істеген әрекет үшін жауап бересін деп, әйелін күйеуінің көзінше зорлап, одан кейін Эдонды атып тастайды. Қызды қалған әскерлерге көңіл көтеруге қалдырады. Бірақ баланың жылағанын естіген сарбаздар баланы да өлтіріп, қызды мылтықтың артымен ұрып есінен тандырып кетеді. Достар, фильмді жалғастырмас бұрын, тіркелмеген болсаңыз подписация батырмасын басып, тіркеліп, лайк баса кетейік. Таңертең есін жинаған Керол баласын алып, кандидатураға барады. Ол жерде халқын қорғаушы әскерлер олай істеуі мүмкін емес деп әйелдің сөзін жоққа шығарады. Оған көнбеген әйел баласын көршілеріне тапсырып, Хокинс солтүстікке кеткенін біліп, сол жаққа қарай жолға шығады. Жолдан адасып қалмау үшін Билли атты жігітті өзіне көмекке алады. Олар бірге қосылып, сарбаздар ізімен жүре бастайды. Таңертең жаңбыр жауа бастайды. Бірақ олардың артынан қалып қалмау үшін, олар жолды тоқтатпай жүре береді. Жолда келе жатып тұтқындары бар ұрыларға кездеседі. Олар қыздың құжатын сұрап, аттан жерге түсуін талап етеді. Қыз бірақ алдыда күйеуім кетіп бара жатыр дейді. Оған сенбей тонаушылар қызды зорламақ болады, бірақ қыз мен берілмеймін деп атымен шауып қаша жөнеледі. Бара жатып, Биллиге сен осындай қиындықтар алдымнан кездескен кезде жоқ болып кетесің деп ренжиді. Сарбаз орманның ішінен кішкентай қызы бар қара тәнді әйелді көреді. Ер адам әйелді күштеп арбасына байлап, кішкентай қызын сол жерге тастап кетеді. Керол мен серігі келе жатып үлкен өзенге тап болады. Қыз бас тартпай сол судан атпен өте беріп, тамаққа толы қабын суға ағызып алады. Олар тамақсыз қалғанына қарамастан жолын жалғастырады. Түн болды, екеуі тастанды үйді тауып сол жерде түнеуге бел буады. Ал Хокинс өздері тұтқынға алған әйелді ұрып зорлап жатады. Біткеннен кейін өзінің 2 сарбазына береді. Ал таң атысымен Билли найза жасап, аң аулауға кетеді. Сол сәтте әскерлерге қара нәсілділер сырттан шабуыл жасайды. Олар әйелін іздеп келген еді, бірақ лейтенант әйелін бермей артынан атып тастап керек заттарын алып, орманға қашады. Жарақат алған әскерде орманға қашады. Қашып бара жатып, Керолды көріп, артқа қарай қашады. Артынан Керол оқ атып құлатып қасына барады. Солдат мейірімдік сұрайды. Бірақ Керол көнер емес, мылтықты атар кезде, мылтығы атпай қалады. Бірақ қыз жұдырығымен бірнеше соққы беріп, қасында жатқан пышақпен ұра бастайды. Болғаннан кейін басын мылтықтың артымен басынан ұрып жапсырып тастайды. Оны көрге Билли қызды есі ауысып қалған деп көмектесуден бас тартады. Қыз қасына барып, үйінде болған барлық жағдайды айтып береді. Оған көңілі босаңсыған Билли аяғына дейін кек алуға көмектесуге көнеді. Таңертең қорқыныштан оянған Керол қатты кеудесі ауырғаннан оянады. Себебі баласы әлі сүт еметін еді. Билли қызды аластап жағдайын жақсартуға көмектеседі. Және аң аулап қоян ұстап әкеледі. Көптен бері нәр татпаған Керол қуанып қалады.
Чарли деген кісі лейтенантты тұйыққа келіп тоқтатады. Себебі бұларда Чарлидің отбасын өлтірген екен. Лейтенант енді қалай жол жүріп, дұрыс бағытта жүру керек дейді, бірақ Чарли көмек көрсетуден бас тартады. Сержант сол кезде ойланбастан атып тастайды. Уақыт ұзамай артынан Билли мен Кэрол да жетіп келеді. Олар Биллиді көріп, рәсімдері бойынша жерлейді. Билли де ағасы Чарли үшін кек алғысы келеді. Олар тез жүре отырып Хокинске жетіп алады. Хокинс әйелді көріп бірінші болып атып, иығынан жаралайды. Билли айналып келіп, отрядтың алдына келеді. Бірақ сарбаздар оны жоғары алып жеңіп кетеді. Хокинс оны өлтірмей керісінше жол көрсетуге өздерімен бірге алып кетеді. Ол жол жөнекей құстармен сөйлесіп, жол табамын деп айғайлап жүреді. Бірақ іс жүзінде Кэрол адасып қалмасын деп дауыс беріп отырады. Адасып қалған қыз жолға қалай шығып қалғанын түсінбейді. Сол сәтте қасынан өтіп бара жатқан күйме тоқтайды. Ол жерде отырған әйел өздерімен бірге Кэролды алып кетуге шешеді. Бір кезде Билли орманнан жүгіріп келе жатқанын көреді. Қыз Биллидің қасына барады, жігіт бір амалын тауып қашып кеткен екен. Жолда келе жатып үйді көреді. Сол жерге кіріп керек заттарды өздеріне жинап алып, қалаға қарай жолға шығады. Алдарынан арба көріп солармен бірге жолға шығады. Көп ұзамай олар қала жетіп келіп, Хокинспен бетпе-бет жүздеседі. Хокинс сарбазды өлтірген үшін констебельге барасын дейді. Қыз келісіп Биллиге тығылуын сұрап, артынан еріп кетеді. Жиналыс үстінде офицерлердің көзінше Хокинске деген бар шындықты айтады. Хокинс өз-өзін ақтамақ болу үшін сөздер айтып қыздың бетінен ұрып жібереді. Қыз Хокинске ашуға салынып ән айта бастайды да шығып кетеді. Билли атқа қызды отырғызып, қала сыртында жасыруға алып кетеді. Түнде оянған Кэрол Биллиді таппай қояды. Ол артынан іздеп қалаға жол тартады. Билли үсті басын индейіс сияқты бояп, Хокинстің бөлмесіне кіріп, найзамен қадап өлтіреді. Бірақ арғы жақтан сарбаз шығып Биллиді атып жібереді. Билли есіктен талмай тұрып, оны да жексенін шығарып тастайды. Кэрол Биллиді алып, атқа отырғызып өзен жағасына келеді. Қатты шенен жарақат алған Билли өзінің соңғы таңын қарсы алады. Күннің шығысын көріп, Кэрол ән айта бастайды. Қыздың бар қолынан келгені осы, оның отбасына тиіскен адамдардың бәрі жазаланды. Оның өмірі өзіне не болатыны маңызды емес. Фильм осы сәтте өз мәресіне жетеді. Достар, қазақ контентінде атсалып шығарып жатқан видеома лайкты және комментарийді жаудырып, фильм жайлы 1-ден 10-ға дейін бағалауда комментарийге жаза кетейік. Сіздерге де мың алғыс, аяған дейін көргеніңізге.